Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын қатпарлы түтікшелер дайындайтын боламыз. Қатпарлы қамырдан өте дәмді әрі нәзік болып шығады. Ең алдымен біз конустарды жасап аламыз. Оны фольгадан немесе пергамент қағазынан жасайтын боламыз. Олар өте оңай жасалатын болады. Мен бұдан алдын пергамент қағазынан жасап қойғанмын. Сіздерге осы фольгамен жасап көрсететін боламын. Ал енді қатпарлы қамырымызды дөңгелектеп жаятын боламыз. Қатпарлы қамырды дүкеннен немесе қолдан жасауға болады. Мен қолдан жасадым. Келесі рецептте осы қатпарлы қамырдың рецептін салатын боламын. Сол үшін маған тіркеліп қойыңыздар. Ал енді қатпарлы қамырымызды 2 сантиметрден 1 келкі етіп кесетін боламыз. 1 келкі болса өте жақсы көрінеді. Конустарымызды алып, жаңағы қатпарлы қамырларымызды орайтын боламыз. Барлығын осылай видеода көрсетілгенде ораймыз. Барлығын протеинге салып, бір жұмыртқамен майлап, 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Егер іші піспеген болса, қайтадан салып пісіреміз. Себебі әр пештіңкі әртүрлі болады. Онда ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Кейін алып, ішіне кез келген кремді саламыз. Мен ақуызды кремді пайдаландым. Мен келесіде ақуызды кремнің рецептісін салатын боламын. Сондықтан менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Міне, осындай керемет қатпарлы түтікшелер шығатын болады. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.